Қалайсыздар? Бүгін міне біз 33-ші сабаққа келдік. I have to деген сөзді үйренетін боламыз, иншалла. I have to деген ол саған бір нәрсе істеу керек, яғни сен обязансың, соны сен істеуге деген мағынада. Яғни бір адам міндетті болса бір нәрсе істеуге, сол кезде I have to деп айтады. Мен осы нәрсені істеу керекпін. I have to do. Мен жасау керекпін. I have to work. Мен жұмыс жасау керекпін. Яғни я обязан работать деген сияқты. Бұл деген Essential Grammar in Use деген кітап бойынша сабақтарды өтіп отырық. Ол сабақтардың ішінде 115 ағылшын тілінің ережелері бар. Әдемі мысалдар келтірген әрбір сабаққа. Қазір біз 33-ші сабақты өтіп отырық. 33-ші сабаққа шейін қаншама біз ережелерді үйреніп тастадық. Алда әлі 80-дей сабақ бар. Сондықтан тіркеліп қойыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Дәптер бастап, мысалдарды жазып, үйреніп, бізбен бірге бастаңыздар, иншалла. Біз сабақтарымызды ары қарай жалғастырайық. I have to деген мен бір нәрсе істеу керекпін, мен міндетпін деген мағына дедік. Мына егер де картинканы қарайтын болсақ, бір адам ауырып жатыр, ол айтады: This is my medicine. Бұл менің дәрілерім дейді. I have to take it 3 times a day. Мен бұларды күніне 3 рет ішу керекпін дейді. I have to take it. I have to. Я должен принимать их. I have to do something. Мен бір нәрсе істеу керекпін деген, яғни it's necessary for me to do it. Бұл маңызды мен үшін істеуге. I am obliged to do it. Мен бұл нәрсені істеуге обязан, міндеттімін дейді. I am obliged to do it. Енді схемасы қалай болады? Схемасы I, we, you, they дегенге have-ті қолданамыз. I, we, you, they деген сөздерге have-ті қолданамыз. Ал he, she, it-ға has-ті қолданамыз. Has. Содан кейін to келеді де етістік келеді. To do, to work, to go, to wear. Осы to керек міндетті түрде. Мысалы, мен бір нәрсе істеу керекпін деп айту үшін I have to do. Мен бір нәрсе істеу керекпін. Біз жұмыс жасау керекпіз десек, we have to work. Біз жұмыс жасау керекпіз. They have to go. Олар кету керек. Ал егерде ол кету керек деп айтатын болсақ, онда he has дейміз. He have демейміз. He has to go. Ол кету керек. She has to go. Ол кету керек. She has to work. Ол жұмыс жасау керек. Мысалдарды қарап көрейік. I'll be late for work tomorrow. Ертең мен кешігемін дейді жұмысқа. I have to go to the dentist. Мен тіс дәрігеріне бару керекпін. Мен міндеттімін. Мен ертең кешігемін. Мен дейтін тіс дәрігеріне өйткені бару керекпін. Мен обязан бару керекпін. I have to go to the dentist. Я должен пойти стоматологию. I have to go. Jane starts work at 7 o'clock. So she has to get up at 6. Jane сағат 7-де, жұмысы 7-де басталады дейді. Сондықтан ол сағат 6-да тұру керек дейді. She has to get up. Ол тұру керек сағат 6-да. You have to pass a test before you can get a driving license. Сен дейтін тестті нету керексің дейді, өту керексің дейді. Көлік правосын алмастан алдын, before you can get, алмастан алдын сен не істеу керексің дейді, тестті тапсыру керексің дейді. You have to pass. Мына жерде you must деген сияқты, ондай айтпаймыз. You have to деп айтамыз, ты должен деп. You have to pass a test before you can get a driving license. The past, енді өткен шақты қалай айтамыз. Yesterday, кеше, last week, өткен аптада деген кездерде. Is had to деп айту керекпіз. Өткен шағы had to. Мысалдарға қарайық. I was late for work yesterday. Кеше мен жұмысқа кешігіп қалдым. I had to go to the dentist. Мен дантистке бару керек болдым. Я должен был. I had to go to the dentist. We had to walk home last night. There were no buses. Біз кеше түнде жаяу жүру керек болдық үйге. We had to walk home. There were no buses. Кеше автобустар болған жоқ дейді. Кеше автобустар болған жоқ, сондықтан біз жаяу керек болдық. Мы должны были. Біз
керек болдық бізде, обязан болдық деген сияқты. Басқа вариант жоқ бізде. In questions and negatives we use do, does, present and did, past дейді. Егер де болымсызды білдіретін болсақ, немесе өткен шақты білдіретін болсақ, онда do, does дегенді қолданамыз. Ол осы шаққа. Ал didті өткен шаққа қолданамыз. Мысалдарға қарап көрейік, таблицаға қарап көрейік. Do осы шақта егер де сұрақ қою үшін алдына do'ды қоямыз. Содан кейін I, we, you дейді, сосын барып have to. Do I have to? Мен міндеттімін бе бір нәрсе істеуге? Do I have to? Do we have to? Do you have to? Деген сияқты. Ал егер де he, she, itқа келетін болсақ, онда do емес, does'ды қоямыз. Does he have to? Does she have to? Деген сияқты. Ал өткен шақта did'ті қоямыз. Did'ті барлығына да қоямыз. He'ға да қоямыз, she'ға да, itқа да қоямыз. Мысалы, did I have to? Мен міндет болдым ба? Did we have to? Біз міндет болдық ба? Did he have to? Ол міндет болды ма? Did she have to? Ол міндет болды ма? Она должна была. Ал егерде болымсызды білдірту үшін, онда don't, doesn't қоямыз. I, we, you солардан кейін. Мысалы, I don't have to. Мен міндет болған жоқпын. He doesn't have to. Ол міндет болған жоқ. Мысалы, he doesn't have to go. Ол дейтін баруға міндет болған жоқ. She doesn't have to work. Ол жұмыс жасауға міндет болған жоқ. Ал егерде өткен шағын осын болымсыздығын айтатын болсақ, онда I didn't have to. Мен міндетті болмадым. Мысалы, we didn't have to walk. Біз жаяу жүруге міндетті болмадық. Яғни, бізге ондай қажет болған жоқ, біз солай істеген жоқпыз. Мысалы, he didn't have to walk yesterday. Кеше ол жұмыс жасауға міндетті болған жоқ. Яғни, жұмыс жасамай қойға болады, жұмыс жасауға міндет болған жоқ деген сияқты. He didn't have to. Осылай қолданамыз. Мысалдарға қарайық. What time do you have to go to the dentist tomorrow? Ертең сен қай уақытта дантистке бару керек боласың? What time do you have to? Do you have to? Мұны сұрағында осылай do you have to деп келеді. What time do you have to go to the dentist tomorrow? Does Jane have to work on Sundays? Jane дейтін демалыста жұмыс жасау керек пе? Яғни ол обязан ба жұмыс жасауға? Демалыс күні. Does Jane have to work on Sundays? Why did they have to leave the party early? Неге олар вечеринкадан ерте кетуге неге олар міндетті болды? Яғни міндетті болды дегенде өйтіп айтпаймыз. Мысалы, почему они должны были уйти вчера рано деген сияқты. Они должны были. Неге олар кету керек болды десек, мұны бір сұрақ болады. Бірақ бізде айтып кеткенде қазақ тілінде керек деп көбінесе mustқа да, canға да, needқа да солай қолдана береді. Енді I don't have to do something. I don't have to деген ол болымсыздық. It's not necessary to do it. Бұл яғни маңызды емес маған істеуге дегендей. I'm not working tomorrow, so I don't have to get up early. Мен ертең жұмыс жасамаймын дейді. Мен ертең жұмыс жасамаймын, сондықтан маған ерте тұру қажет емес дейді. So I don't have to get up early. Ian doesn't have to work very hard. He's got an easy job. Ian сондай қатты жұмыс жасап қажет емес дейді. Оған яғни сондай көбірек, ынталырақ деген сияқты көп қатты жұмыс жасап қажет емес дейді. He's got an easy job дейді. Ода жеңіл жұмыс дейді. Оның жұмысы жеңіл дейді. We didn't have to wait very long for the bus. It came in a few minutes. Біз дейтін автобусты көп ұзақ уақыт күтіп қажет емес дейді бізге. We didn't have. Бізге қажет болмады дейді. We didn't have to wait very long for the bus. Бізге қажет болмады көп күту. It came in a few minutes. Ол кішкене минуттан кейін, біраз минуттан кейін келді дейді. We didn't have to wait деген ол өткен шақтағы болымсыз. We didn't have to wait. Біз күтуге қалай міндетті болған жоқпыз деген сияқты. Міндетті болған жоқпыз дегенде we didn't have to wait деген нам не было необходимости деген сияқты. Бізге ондай қажет болған жоқ, иә. Бізге қажет болған жоқ көп күтуді. Must and have to да қарап көрейік. Екеуінің қандай қолданудағы ережелері бар. You can use must or have to when you say what you think is necessary. When you give your opinion.
Must пен have to'ды сіз қолданасыз қай кезде дейді. Егерде бір нәрсені маңызды деп ойлап тұрсаңыз, егерде сіз біреуге бір ойыңызды тастайтын болсаңыз, бір ой беретін болсаңыз, мысалы, it's a fantastic film, you must see it. Бұл деген фантастический кино, бір мықты кино деген сияқты. You must see it, сен көру керексің оны, ты должен посмотреть это. You must see it, немесе you have to see it. Осылайда екеуін бір-біріне қолданылады. You have to see it, сен көру керексің. You have to see it, сен көру керексің. You must see it, көру керексің. Екеуі де бір жағдайда қолданып тұр. Ол қандай жағдайда? Кеңес беріп тұр мына жерде. Сізге ой тастап тұр. Сен көру керексің деп. Бұл маңызды деп. Сондай нәрсені айтып тұр. When you are not giving your personal opinion, use have to, not must дейді. Егерде сіз осы сен істеу керексің деген кезде ол кеңес болмаса, ол ой болмаса, онда сіз have to'ды қолдану керексіз дейді. Must'ты қолданбайсыз. Must деген кеңес болса, сол кеңестілікті, маңыздылықты бір білдіртсе, онда must'ты қолданасыз. А егерде бұл нәрсе кеңес болмаса, онда have to'ды қолданасыз. Мысалды қарайық. Jane won't be at work this afternoon. Осы күндіз Jane дейтін жұмысқа бармайды дейді. Jane won't. She has to go to the doctor. Ол больницаға бару, ол дейтін докторға бару керек дейді. Мына жерде кеңес емес, оған докторға барған жақсы еді, барған дұрыс деген сияқты емес, ол has to go. Сен міндетсің, міндетті түрде бару керексің. Ол кеңес емес, бір ой тастау емес, сондықтан has to'ды қолданамыз. Must'ты қолданбаймыз мына жерде. Себебі бұл кеңес емес мына жерде. She has to go to the doctor. Ол докторға бару керек. This is not my personal opinion, it's a fact дейді. Бұл менің бір жеке ойым емес дейді. Бұл факт нәрсе дейді. Яғни ол бару керек деген. Jane isn't well. She doesn't want to go to the doctor. But I told her she must go. Міне жерде айтады. Jane жағдайы онша емес дейді. Ол дейтін докторға барғысы келіп тұрған жоқ дейді. Бірақ мен оған айттым дейді. She must go. Ол бару керек деп мен оған айттым дейді. Міне жерде кеңес. This is my personal opinion. Бұл менің кеңесім. Яғни Jane ауырып тұр, бірақ больницаға барғысы келіп тұрған жоқ. Мен оған айтамын, сен барғаның жақсы негіз. Тебе следует пойти. Ты должен пойти. Сен бару керексің деп бұл кеңес ой тастасаңыз, онда мына must'ты қолданасыз. She must go. А егерде ол бару керек деген ол ой емес, кәдімгі факт нәрсе болатын болса, онда have to'ды қолданасыз. She has to go to the doctor. Онда осымен біздің сабағымыз бітті. Егерде ұнаған болса, лайк басып қойыңыздар. Және біздер алда тағы да сабақтар жазатын боламыз, иншалла. Осыған байланысты үй жұмыстарды жазатын ой бар, иншалла. Сондықтан тіркеліп қойыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар. Және егерде достарыңыз болса, ағылшын үйренгісі келіп жүрген құрбыларыңыз болса, соларға осы каналды көрсетіп қойсаңыздар, маған бұл мотивация берер еді, иншалла.